Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Сіздерді осы трейдинг саласында жиі кездесетін терминдермен таныстырғым келіп отыр. Енді біразын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Пайдалы болады деп ойлаймын, көрейік. Жапондық шамдар мен барлар дейді. Жапондық шам бар немесе шам дейді. Белгілі бір уақыт аралығындағы баға қозғалысының көлемін, яғни диапазонын көрсетуге арналған графикалық элемент. Яғни міне бардың құрамына келсек, білеміз де, атының ашылу бағасы, жабылу бағасы, хай дегеніміз максимум, лоу дегеніміз минимум. Осынан сол жағында ашылу бағасы, оң жағында жабылу бағасы болады. Мынау свечасы. Енді төмен қарай бағытталған, ол міне көрдіңіздер ме? Сол жағында ашылу бағасы, оң жағында жабылу бағасы. Мынау ашылу, жабылу, одан кейін максимум, минимум, лоу и максимум, хай. Мына свечаның түрі. Қараға боялса, ол төмен қарай бағытталған, немесе қызылға боялса, төмен қарай бағытталған. Мында аққа боялса, немесе жасылға боялған, олар жоғары қарай бағытталған шамдар. Міне, әрқайсысы жеке-жеке. Міне, мысалы, мына бір барды қарасақ, бұл жоғары қарай бағытталған жағында, сол жағында ашылу бағасы, одан кейін жоғары қарай барғанда сол жабылған. Тура солай, мына жақта міне. Так, жарайды. Қысқа тез айтып өтейін. Так, екінші. Таймфрейм дегенде бәріміз білеміз деп ойлаймын. Таймфрейм деп бардың ашылу мен жабылу арасындағы уақыт аралығын айтады. Олар, міне, таймфрейм неғұрлым үлкен болса, ойыншылар соғұрлым үлкен болады. Сондықтан нарыққа анализ жасау кезінде барынша үлкен таймфреймдерді пайдаланған дұрыс. Таймфрейм дегеніміз міне мыналар, 1 минуттықтан бастап 1 айлыққа дейін. Өзі таймфреймнің құрамын, енді мына жердегі атауына қарасақ, мысалы, жәнегі латын әріптермен және сандардан құралған. Бұндағы латын әріптері М кезең атауын білдірсе, екінші сандар оның уақытын көрсетеді. Мысалы, М ол минут, М1, М5, М15, М30 дейді. Бұлар 1 минут, 5 минут, 15 минут, 30 минут. H дегеніміз ағылшынша сағат деген сөз. 1 сағат, 4 сағат. Мынау 1 күндік, мынау 1 апталық, мынау 1 айлық. Сондағы, мысалы, мына жерде евро-доллар дейли деп тұр, демек дневной 1 күндік бар, 1 күндік шамдар. Сонда мында әр шам, мына свеча, 1 күндік көрсетеді. Мысалы, мынау 1 күн, одан кейінгісі келесі күн, одан кейінгісі келесі күн, солай кете береді. Және айттық, таймфрейм неғұрлым үлкен болса, ойыншылар соғұрлым үлкен болады. Әр таймфреймде әртүрлі ойыншылар болады. Мысалы, кіші таймфреймде басқа ойыншылар болса, үлкен таймфреймде крупный игроктар болады. Ірі ойыншылар көбінесе крупный таймфреймді қолданады. Ал кішкентай мелкий таймфреймде жәнегі депозитінде көп емес, аз ақшасы барлар қолданады. Так, айттық, міне М1, М2, М5, 15, 30, 1 сағат, 1 күн, сосын 1 айға дейін. Тренд дегеніміз, ол сауда құралының қозғалысын жалпы бағыты. 3 түрлі тренд білеміз, олар жоғары қарай бағытталған, сосын төмен қарай және көлденең. Так, көлденең трендті флэт деп айтады, немесе рейндж деп айтады. Жәнегі рейндж флэт сауда құралының көлденең қозғалысы. Бұл рейндждің 3 күйі, қандай жағдайларда рейндж пайда болады. Бірінші, трендтің аяқталуынан пайда болуы мүмкін, яғни біреулер өздеріне керек позициясын, табысын алғаннан кейін позициядан шығып кеткенде не басталады? Флэт рейндж басталады. Мысалы, мына жерде бір позицияға кірді ма, мен мына жерге келген кезде шығып кеткенде, демек, жоғары қарай қуалаған сатып алушы, ірі ойыншы дейік. Сол мына жерде позициядан шыққаннан кейін ары қарай баға жоғары кетпейді, неге ол позициядан шықпайды. Сондықтан ол көбінесе немесе жылдам төмен кетіп қалады, басқа сатушы пайда болса. Егер пайда болмаса, онда осы жерде флэт дейді, осы рейнджда болады.
Екіншісі, бұл активке деген қызығушылықтың жоқтығынан болуы мүмкін. Ренжтің пайда болуы. Ренжтің мысалы жәнегі айтып отырмын ғой, мысалы мына жерге келді, ірі ойыншы өз позициясын алды, табысын алды да шығып кеткеннен кейін уже ары қарай бұл сауда құралы оған қызық емес. Сол кезде мысалы мына флет пайда болады. Мысалы немесе мына жерде мына жерде не флет тұр, мына жерде баға осы жерде жүр. Демек, бұған ешкім қызығушылығы жоқ. Бәлкім басқа бір сауда құралын саудалап жүрген шығар. Немесе үшіншісі, ол ірі ойыншының дейді, үлкен бір сауда алдында, позиция алдында өздеріне позиция жинайды. Сауда алдында өзіне бір позиция жинауы мүмкін. Яғни мына жерде ол осы рейндж тастап ұзақ ұстайды. Не үшін ол флатта рейнджда жәнегі каналда ұстайды? Себебі оған неғұрлым көбірек сатушылар керек. Мысалы, осы жерден сатып алатын, мысалы, бір 5 адам ғана сататын болса, оған крупный позиция керек болғаннан кейін, оған неғұрлым көп сатушылар жиналғаны керек. Сондықтан өстіп осы жерге ойыншыларды жинайды, сосын бүкіл нарадағы қалай жүрді, стакандағы заявкалар, бүкіл на продажу заявканың бәрін сатып алады да, соның бағаны жоғары қарай қуалайды. В общем, ірі ойыншының үлкен бір позиция алдында өзіне флет жәнегі рейнджда каналдың жиналуы, ол жәнегі неме деп айтады, оны еще энергия деп айтады, жәнегі накопление деп айтады. Осы бәрі флет. Накопление өзіне позиция жинау алдында осындай ұзақ егер жиналса, демек осы жерде бір крупняк өзіне позиция жинап жатыр деп болжам жасай аламыз. Коррекция дейді. Коррекция дегеніміз ол жәнегі техникалық кат дейді. Ол бағаның ағымдағы үрдісі кезінде, яғни тренд кезіндегі қысқа мерзімді қарсы қозғалыстарды коррекция деп айтады. Міне мысалы нардан баға жоғары көтерілді, біраз күн төмен түсті, коррекция болды, тағы да жоғары көтерілді, кішкене коррекция болды, қайтадан жоғары көтерілді. Коррекция дегеніміз осы трендтің кезіндегі қысқа жәнегі қарсы қозғалыстарды, движениялар дейді. Так, волатильность дегеніміз неме? Ол құбылмалылық, ол сауда құралының қаншалықты жылдам жүретіндігін көрсеткіші дейді. Яғни міне мына жерде жәнегі егер ақырын саудаланса, бұл жерде волатильность аз деген сөз. Төмен. Міне мына жерде волатильность жоғары, жәнегі қайда кетті басқа бір график. Міне мына бірді қарасақ, міне мына жерде біз волатильность аз болды деп айта аламыз. Жәнегі төмен болды. Ал мына бір жаппай сатып алу басылған кезде міне мына жерде волатильность көтерілді. Міне мынандай үлкен барлар бұл волатильностьтің жоғары болуынан пайда болады. Міне мына жерде осының бәрі волатильность жоғары болғаннан. Так, сауда құралының қаншалықты жылдам жүретінін көрсеткіші дейді волатильность. Төмен және жоғары деген. Атарды тоже білеміз, белгілі бір бардың ашылуы мен жабылу аралығындағы баға қозғалысының диапазонын көрсететін орташа статистикалық шама дейді. Яғни белгілі бар, міне мысалы мына жасыл барды көрсетіп, максимум атарды қалай табады? Максимумнан минимумды алып тастаймыз. Сонда мысалы 117-де 0,60 дейді, 117-де 113-ді алып тастасақ, так, 4000 ба? 4000 пункт. Енді мынарда 60, мынарда 460, сонда 3600 пункт жүреді. Мынаның атары 3600. Бұл бір бардікі ғана. Жазылтыр екен ғой 3600. Ол бізге бір бардың атары керек болған, бір күннің атары керек болған кезде. Егер біз 5 күннің атарын алатын болсақ, бұнда қатарынан тұрған 5 барды санаймыз. Бірақ атарды анықтау кезінде үлкен паранормалды барлар мен кішкентай дожилар ескерілмейді дейді. Кішкентай дожи деген, міне мынандай кішкентай дожилар, міне тұр, міне жасыл, міне қызыл. Ал үлкен паранормалды барлар дегеніміз, міне қалыпты жай средний бардың екі есе үлкен болса, ол паранормалды бар болады. Паранормалды барлар неге есепке алынбайды, өйткені олар немеден пайда болуы мүмкін. Ол жәнегі қандай да бір жаңалық шыққан кезде пайда болуы мүмкін. Сондықтан солардың көрсеткіштері есепке алынбайды. Сонда мысалы 5 бардың несін қараса, мына жерде бір 3 күн, так,
1, 2, 3, 4, 5. Осы 5 барды санаған кезде мына бір ескерілмейді. Одан кейінгі бар бірақ алынады. Сонда мына бір әрқайсысы бардың максимумнан минимум алады. Мынанікі максимумнан минимум алады, каждыйын алады да. Сосын общий 5-ке бөле салған кезде 5 күннің общий атарын шығаруға болады. Мына конкретно бір бардың. В зависимости от таймфрейма, мысалы мынада дневной деп тұр ма, демек бір күннің атары 3600 деген сөз. Егер бір сағат болса, мысалы мына часовой график болса, онда бір сағаттың ішінде 3600 жүрді деген сөз. Атары осы. Ұмытпаңыз, паранормалды барлармен кішкентай дұржылы ескерілмейді атарды есептеген кезде. Деңгейлер. Деңгей деген ол көлденең түзу жүргізуге болатын баға дейді. Деңгей деген кезде ең нақты ол баға екенін түсінуіміз керек. Неге? Өйткені сол конкретно нақты бір бағадан біз деңгей жүргіземіз. Мысалы, мына бардың минимум қараймыз. Минимум қанша? Мысалы, 1,075. Демек, деңгей 1,075 жүргізіледі. Мынанікі де примерно сондай. 0,75 или 0,76, сол 1-2 пункт ол люфт дейді, ол допускается. Сосын мына бардың максимумы мен мына бардың максимумы екеуі бір бағада соғуы мүмкін. Так, әдетте бұл бағада қандай да бір қозғалыс, яғни тренд не басталады, не аяқталады. Деңгейде бүкіл қозғалыстар бәрі осы деңгейден басталады. Осы деңгейде не жәнегі қозғалыс басталады, яғни мына жерден тренд жоғары қарай басталды. Немесе осы деңгейді мынамен жүргізіп қойсақ, міне осы движение осы жерде тоқтайды. Или мына жерде мына деңгейден төмен қарай движение қозғалыс басталды, мына деңгейге келген кезде аяқталды. Қысқасы бағалар сол бір деңгейден екінші деңгейге дейін жүреді көбінесе. Так, риск, тәуекел. Риск дегеніміз негізі ол стоп-лосс. Біздің стопымыз, риск дегеніміз, жәнегі тәуекел дегеніміз, ол трейдердің ашқан позициясы кері бағытта кеткен жағдайдағы жоғалтуға дайын соммасы дейді. Мысалы, мына жерде ол, мына жерде мысалы, мына бұдан көріп бар. Жоғары келді, мына жерде позицияға кіреді, жоғары қарай, лонг. Бірақ, мына жерден баға теріс кетіп қалуы мүмкін, төмен қарай. Сол кезде жәнегі шығыны көп болмау үшін өзінің стоп-лосс ордерін қойып қояды, ол жәнегі шығындарды азайтып отырады. Так, одан кейін риск менеджмент дегеніміз жәнегі осы талқыланып отырған сауда стратегияңыз үшін оңтайлы тәуекелдерді анықтау және оларды бақылау дейді. Яғни жәнегі бір күнде 3, например, убыточный сделка болса, демек ары қарай саудаламайын деп тоқтау керек деген сияқты. Сондай риск менеджменттің ішінде жәнегі сіздің стоп-лоссыңыз кіреді, одан кейін take profit, жәнегі take табысыңыз кемінде 3-ке 1 болу керек. Осының бәрі риск менеджменті ескеріледі. Перехай және перелоу дейді, ол жәнегі максимумдарды жаңарту немесе минимумдарды жаңарту деген сөз. Перехай дегеніміз ілгеріде болған максимум жаңартылуы. Мысалы, мына жерде движение болды, осы жерден келді, төмен қарай бағытталды. Осыдан, мысалы, қайттан жоғары кеткен кезде, мына бірден жәнегі деңгей сызып қоюға болады. Мысалы, мына максимумнан. Осы максимум жаңартылған болса, демек бұл перехай болып саналады. Сосын именно перелоу, мысалы, мына жерде төмен қарай түсті, осы жерден минимум болды, лоу, осыдан баға движение жоғары қарай кетті. Қайттан төмен қарай кетіп, осы лоуды жаңартқан болса, демек перелоу деген сол. Жәнегі ілгерде болған минимумдарды жаңарту. Перехай максимумды жаңарту, ол перелоу минимумдарды жаңарту. Сосын, мысалы, мына бір жәнегі минимум болды, осы минимумды жаңартқан қозғалыстың бастап алған нүктесі, мысалы, мына жерде баға жоғары қарай кетті, осы жерден қайттан төмен кеткен кезде жәнегі минимум жаңартылды ма, демек мынау нүкте бізге маңызды деген сөз. Осы нүкте арқылы деңгей сызып қоюға болады. Мысалы, мына жерде мына төмен қарай бұзды, осы жерден қозғалыс басталды, движение тренд жоғары қарай.
тоқтамай мына бір жаңағы максимумды бұзып өтті, перехай болды. Демек мына нүкте маңызды. Бұл нүкте бойынша тоже деңгейсіз қоюға болады. Деңгейсіз қою керек. Ертең баға сол нүктеге келген кезде қарайсыздар баға өзін қалай ұстайтынын. Так, экстремумдар. Экстремумдар дегеніміз белгілі бір уақыт кезеңіндегі бағаның ең жоғарғы не ең төменгі мәні дейді. Егер ең жоғарғы мәнін максимум дейді, ең төменгі мәнін минимум дейді. Және де мысалы экстремумдар жаһандық және жергілікті болып екіге бөлінеді. Жаһандық экстремумдар ең жоғарғы не ең төменгі мәні бар экстремумдарды айтады. Ал оларды басқаша абсолюттік экстремумдар деп айтады. Жергілікті экстремумдар дегеніміз жаһандық экстремумдардың ішінде пайда болған кішігірім экстремумдар. Экстремумдардың ең жоғарғы не ең төменгі нүктелері арқылы деңгейлер жүргізіледі. Мысалы, мына жерден баға жоғарыға қарай келді, ең максимальный экстремум болып саналады. Осы бойынша мына жерде әзірге пока мына движение жоқ деп есептесек, мысалы мына баға осы жерден басталды, мына жерге келген кезде осыдан бұрыла бастады ма, демек мынау ең жоғарғы экстремум болып саналады. Осыдан төмен түседі, міне ең төменгі экстремум мына жерде болады. Мына бір жаңағы минимумды жаңа жеткенде жоқ, жаңартқан жоқ. Бұл да экстремум болады, бірақ бұл жаңағы жергілікті ішкі жаһандық экстремумдардың ішіндегі кішкентай экстремумдар дейді. Оны локальный дейді, глобальный дейді. Мысалы, міне мынау да экстремум, локальный, мынау да экстремум. Енді мынардан қараңыздар, қозғалыс кетті, мына бір максимум, мына бір так, глобальный мына бір максимум жаңартылғаннан кейін бұл өзгереді. Демек, ең жоғарғы нүкте экстремум осы болып саналады. Ең жоғарғы, яғни абсолютті экстремум деп аталады осылар. Мына бір және мына нүкте екеуі абсолютті экстремумдар. Ал оның ортасында қалып қалғандар, олар уже жергілікті, то есть локальный экстремумдар. Так, мына неме бізде? Проторговка білем. Проторговка дегеніміз белгілі бір баға бір диапазондағы сауда дейді. Мынандай кішкентай ғана проторговка. Бұл обычно проторговкалар бір-екі бармен ғана, бардың көлемінде ғана жүреді. Бұны проторговка дейді. Бұл кішігірім канал, жаңағы рейндж деді ғой, сол канал деуге болады, бірақ рейндж мысалы үлкен болуы мүмкін. Мысалы, мына көк сызық, мына жерде баға былай ары бері жүруі мүмкін бірнеше бармен, бірнеше күн. Ана проторговка деген максимум бір-екі бардың көлемінде ғана болатын кішігірім каналды айтады. Шоғырлану деп айтады қазақшасы. Так, жалған сынамалар. Жалған сынамалар ол бағаның алдыңғы high-low немесе экстремумдарды жаңартып, бірақ одан кейін жабыла алмауы. Яғни, мысалы, мына баға осы жерден движение қозғалысы келді, мына жерде тоқтады. Бұның тоқтағаны мына қызыл бармен көре аламыз. Бұдан жоғары кеткен жоқ, осыдан кейін бағаны кері бұрды. Егер осы жаңартылған болса, онда ол деңгей бұзылды деп, жаңа деңгей мына максимуммен жүргізілуші. Ал жалған сынама дегеніміз, ол алдыңғы бір деңгейді бұза алмауы. То есть, как бы в процессе, пока бір сағаттық бар деп есептейік, бір сағаттың ішінде ол бұзды, бір жарты сағаттың ішінде бұзды, бірақ бір сағат біткенше дейін қайттан кері қайтып келді. Яғни мына деңгейден төмен қарай қайтты. В итоге мына деңгейді бұза алмады. Бұдан жоғары емес, төмен ғана жабылды. Бұны жалған сынама. Бұл бір бармен жасалған жалған сынама, мына екі бармен жасалған жалған сынама. Бұл деңгейді, алдындағы деңгейді және бұзады, одан жабылады, бірақ жабылғаннан кейін келесі бармен движение қозғалыс ары қарай жалғастырылмайды, кері бұрылып кетеді. Яғни, екінші бардың жабылуы алдыңғы нені максимумнан төмен жабылса, демек бұл жалған сынама екі бармен жасалған жалған сынама деп. Бұл күрделі жалған сынама. Жәнегі бардан жоғары жабылды. Оның бәрі курста бар, өздеріңіз көресіздер. Так, деңгейді бұзу. Мысалы, мына жерде міне деңгей бар. Егер де бар, алда тұрған деңгейді бұзып барып, сол деңгейден кейін жабылған болса, соны деңгейді бұзу деп атайды. Міне, мысалы, мына жердегі деңгейді, мына бармен бұзды, одан төмен жабылды, одан кері қайтқан жоқ, ары қарай қозғалыс
кішкентай коррекциядан кейін төмен қарай қозғалыс қайтадан жалғастырылды. Демек, бұл деңгей бұзылды деп айта аламыз. Так, мынау жаңағы относительно осы жаңағы деңгейге қатысты жалғасынама, мынау жаңағы мысалы мына жерде мына тірек деңгейі болды мына жерде. Бұзылып барып қайтадан қайтып соғылып, мынау уже қарсылық деңгейіне ауысты, яғни ауыспалы деңгей. Так, импульс дегеніміз ол деңгейден кейін пайда болған бағаның күрт өзгеруін айтады. Бір жағынан нарықтағы ойыншылардың біразы деңгейден кейін жаппай позицияға кіре бастады, екінші жағынан сол деңгейден кейін тұрған басқа ойыншылардың стоп ордерлары орындалып позициядан ұшуынан қатты қозғалыс пайда болады. Импульс деген осы. Мысалы, мынада деңгей бар, мына бір жерде мына бір деңгейді бұза алмады, кері кетті. Сол кезде осыны барды көрген шартистер төмен қарай позиция аша бастайды. Мысалы, былай қарай төмен қарай позиция аша бастайды. Сол кезде төмен қарай позиция ашқандар, олар мысалы максимумнан жоғары қарай нарықта стоп ордерларын қоя бастайды. Мына жерден көреміз, бүгін төмен қарай кетті, мына жерге дейін барды, бірақ қайтадан сатып алушылар одан ары төмен жібермей жоғары қарай көтерді. Енді келесі бармен қараймыз, осы жерден ашылды, бірақ төмен қарай барды, қайттан осы жерден сатып алушылар оны жібермейтін жоғары қарай қуалайды. Бұл жерде мысалы мына жерде позицияға кірген сатып алушылар бар. Мына жерде мына деңгейде тоқтағаннан кейін мына жерде сатушылар позицияға кіреді. Мына жерге келген кезде мына жердегі сатып алушылардың бәрі емес, жартысы позициядан шығып кетуі мүмкін. Сондықтан мына келесі бар төмен қарай түседі. Жаңағы егер баға төмен қарай кетті, бірақ қайтадан жоғары қайтып келді. Неге қайтып келді? Демек, нарықтағы позицияда отырған сатып алушылар барлығы позициядан шыққан жоқ. Яғни сатып алушылар әлі бар. Сол кезде мысалы мына жерде шортқа кірген шартистер сатушылар, олар стоптары мына бір максимумнан кейін стоптар ордерларын қояды. Мынада қараңыз, төмен қарай кеткен жоқ, баға жоғары көтерілгеннен кейін басқа да позицияға кірмегендер, олар өз нелері мына жерге деңгейден кейін бай стоп ордерларын қойып қоюы мүмкін, жоғары қарай мен позицияға кіремін. Сол кезде мысалы мына бір баға төмен қарай барып келді, одан кейін жоғары қарай қайтадан кетті де, деңгей бұзылған бетте қатты движение басталады, қозғалыс басталады. Ол неден болады? Жаңағы мынада қойған бай стоптар орындалады. Одан кейін ол бай стоптар мысалы мынада итак сатып алушылар бар ғой. Олардың күші бар. Еще мынада бай стоп қойған басқа да сатып алушылар қосылған кезде мынада движение қозғалыс жылдамдай бастайды. Одан кейін мына жерде мына максимумнан жоғары тұрған мына жерде шортқа кірген шартистардың стоп ордерлары тұр ғой, солар орындала бастаған кезде мына движение қатты болады. Яғни импульс пайда болады. Импульс деген осы. Ұзақ айтып кеттім, қиын түсіндіріп. Так, одан кейін покупка, продажа, аск, бит деген бағалар, иә? Аск бағасы бұл сізге сатқысы келетін ең төменгі баға дейді. Сатқысы келетін, иә? Яғни сіз нарада міне бағамны, мысалы міне мына свечада сіз төмен қарай кіресіз ғой. Позицияға төмен қарай кіргіңіз келеді. Сонда сіз төмен қарай сатып алған кезде сіз мына баға емес, мына баға емес, мына қызыл бағамен сатып аласыздар. Ал егер бит дегеніміз ол кез келген трейдердің сатып алуға дайын бағаны айтады дейді. Яғни сіз осы жерден сатып алғыңыз келсе, сіз мына бағамен, то есть мына бағамен емес, мына төменгі бағамен сатып аласыз. Сонда қарапайым сөзбен айтқанда асктар ол сатушылардың бағасы, биттер сатып алушылар. Егер сатып алғыңыз келсе, сіз мына бағаны төменгі бағамен сатып аласыз, сатқыңыз келсе, мына бағамен сатасыз. Позицияға кірген кезде мына бағамен позиция төмен қарай мына бағамен кіресіз, жоғары қарай мына бағамен позицияға кіресіз. Ал спред дегеніміз осы екі аск пен биттің ортасындағы айырмашылықты айтады, разницаны айтады. Мысалы, так мынада көрінбей тұр. Примерно 30 пункттай болатына негізі спред. Әр неде, әр сауда құралында әр түрлі спред. Оны да қарап отырыңыздар. Так, келесі проскальзывание деген ұғым.
ол қалай айтсақ, сырғанау дей ма, қалай айтсам екен. Проскальзывание дегеніміз ол сіздің позицияны ашқыңыз келетін баға мен брокердің ұсынған бағасының арасындағы максималды айырмашылықты айтады. Мысалға сіз мына жерден позицияға жоғары қарай лонг позициясына ордер қоясыз. Мына жерде сатып аласыз бағаны. Бірақ сіз именно мына бағамен сатып алғыңыз келеді, осы бағамен маркет ордермен ағымдағы бағамен кірген кезде көбінесе проскальзывание болады. Сіз мына бағамен позицияға кірген кезде сізге тура осы бағамен бермеуі де мүмкін позицияны. Сізге мына бағамен беруі мүмкін. Сонда сіз позицияға мына жерден емес, мына жерден кірген болып саналасыз. Сонда мына арасындағы айырмашылықты бұны проскальзывание деп айтады. Бұл отрицательное проскальзывание. Сізге керек ұтымды баға емес, сізге жаман бағамен берді, ең жоғарғы бағамен берді. Сонда сіз мысалы мына жерден позициядан шығасыз деп есептесек, мысалы сіз мына арадан кірсеңіз, сіз мына жерде 300 пункт алып кетуіңіз мүмкін. 300 пунктке мысалы жоспарладыңыз мына жерден кірген кезде. Бірақ сіз мына жерден кірген кезде, сіз мына арадан шыққан кезде уже 300 емес, 250-260 пункт қана аласыз. Сондағы сіз қалаған баға емес, басқа бағамен беріп тұрғанда, соның арасындағы айырмашылық сол проскальзывание дейді. Ол проскальзывание және отрицательно болады, және положительно болады. Мысалға міне мына жерде мысалы мына жерден позицияға, төмен қарай позицияға кірді, бірақ ашқан кезде оған мына бағада емес, қара свеча емес, міне ақ свеча мына жерге кірген кезде, осы жерден позицияға кірген кезде, оған осы бағадан емес, жоғарғы бағадан беріп қойды. Демек, позиция мына жерден ашылды. Мысалы, мына жерден позициядан шығатын болса, мысалы, мына жерде 300 пункт деп есептесек, ол мына бағамен беріп қойса, онда 320, 330, не 340 пунктқа алып кетеді. Біраз көбірек. Сонда осы разницаны проскальзывание дейді. Бұны положительное проскальзывание. Мынау отрицательное. Бірақ көп жағдайда негізі отрицательный проскальзывание болады. Ол форекста да бар, кез келген неде бар. Так, ұзақ лонг позициясы және шорт позициясы. Лонг дегеніміз арзан бағаға сатып алынған қаржы құралын кейін неғұрлым жоғары бағамен сату мақсатында жасалған мәміле. Яғни мына жерде кіресіз, арзан бағадан сатып аласыз, қымбатқа сатып жіберіңіз. И жәнегі шорт, қысқа позиция сол қаржы құралын кейін арзан бағамен сатып алу мақсатында жасалатын сатуды айтады. Сатып алу мақсатында сатуды айтады. Мына жерде позицияға кіресіз, оны жоғары бағада кіресіз, төмен қарай, и төменгі бағамен сатып аласыз. Бұл жердегі сіздікі табыс. Егер кері кетіп қалса, стоп лосс. Түсінікті. Так, бұл түсінікті деп ойлаймын. Гэп дегеніміз графиктегі екі бардың жабылу мен ашылу бағаларының арасындағы алшақтықты айтады. Яғни, міне мысалы мына бір төмен қарай мына жерде жабылды, келесі күн мына жерден ашылған жоқ, жоғары жақтан ашылды. Мына жақтан ашылды. Бұл жердегі алшақтық дей ма, соны гэп деп айтады. Бұндай жағдайлар гэптер көбінесе жаңағы Америка нарығында болады и көп жағдайда нелерде болады. Пятницадан дүйсенбі күндері аралығында, например, аптаның басында көп жағдайда сол кездері болады. Қандай да бір, мысалы, демалыс күндері қандай да бір жаңалықтар шығуы мүмкін. Сол бағаға әсер етіп, мысалы, мына бағадан емес, басқа бағамен беріп қояды. Бұның арасын гэп деп айтады. Так, ордер дейміз. Ордер дегеніміз болады, білеміз, ағымдағы бағамен сату, маркет ордер және лимиттік ордер. Ордерлер дегеніміз ол трейдердің брокерге белгілі бір баға жағдайлар туындаған кезде, яғни белгілі бір мерзімге жеткен кезде нарықтан мәміле ашу үшін жіберілген өтінімді орындайтын бұйрық дейді. Бұл приказ ордер дегеніміз. Сіз мысалы мына бірлерді объем толтырасыз, объемды мынада символ дейді, сауда құралы евро-доллар, 0,1 лотпен мынада стоп-лоссты көрсету керек, take profit'ті көрсету керек. Мына жерде отложенный ордер болып тұр. Мынада тип ордері или отложенный, или маркет ордер. И және мынада тип отложенного ордера, мынада sell stop демек,
баға мысалы міне мынарда қойыпты 1.0.500-ге жеткен кезде төмен қарай сатып аламын деген ордер установить басталады. Осының бәрін толтырып жіберген кезде брокеріңізге жаңағы бұйрық кетеді, приказ кетеді. Осындай клиент, мысалы осындай трейдер, осындай акцияны осындай лотпен осындай бағада сатып алғысы келеді деген ол жаққа не келеді негізі. Бұйрық келеді, приказ келеді. Сосын олар сол ордерді орындайды. Бұл енді қазір терминалда автоматты түрде орындалады, сондықтан ол сезілмейді. Ол сіз анаған жібергеніңіз ананы. Егер көрсеңіздер, бұрынғы киноларда бұрындары, например, трейдерлар жаңағы Уолл-стрит биржевая яма дейді. Вот сол кезде мысалы олар заявка беретін, солай қағазға жазып, сөйтіп орындалатын. Оны ана бір Волк Уолл-стрит деген кинодан көрген болсаңыздар, содан көре аласыздар. Так, своп дегеніміз трейдерден ашық позициясын келесі күнге ауыстырғаны үшін алынатын төлем, яғни комиссия. Сіз мысалы бір позицияға кірдіңіз бүгін евро-доллардан, сіздің баға тиыққа дейін жеткен жоқ, бірақ сіз келесі күнге қалдырасыз. Мысалға, ертеңгі күні мысалы тиыққа жақында қалды, мен бұл позицияны жаппаймын, келесі күнге қалдырам десеңіз, онда сіз своп төлейсіз, және кішкентай комиссия. Ол көп емес, аз болады негізі. Так, паттерндар дейді. Паттерндар дегеніміз белгілі бір жағдайларда бағаның барар бағытын анықтауға арналған мәмілені қай бағытта ашу керектігін болжаммен көрсететін барлардың жиынтығы. Яғни техникалық анализдің моделі дейді. Неше түрлі паттерндар болады. Үш бұрыш, проторговка бағаны, price action, ложный пробой бұл да паттернға жатады. Жалғансынама. Яғни паттерн дегеніміз осы бағаның барар бағытын анықтайтын. Жәнегі барлардың жиынтығы. Осы жалпы болды. Бұның бәрін негізі білесіздер, бірақ естеріңізге түсіріп қояйын деген.